Қайырлы күн менің көрермендерім. Бүгін біздер мына балықтан хия салатын жасайтын боламыз сіздермен бірге. Қазір көк серке балығынан жасағым келіп тұр. Аллаға шүкір, қазір балық жақсы жүріп жатыр. Міне енді сол балық, соны сезонды пайдаланып, мына хия салатын сіздермен бірге жасағым келіп тұр. Аллаға шүкірміз, балық жақсы түсіп жатыр. Қазір елдің бәрі балық сатып жатыр. Қосатын заттарын қазір описанияға жазып кетемін. Так, қызыл бұрыш керек болады, жгучий красный перец, қызыл бұрыш керек болады, паприка керек болады, кориандр керек болады, және чеснок керек болады, соевый соус керек, жуа керек, шемшкі май керек, және 70% эссенсі уксус керек, болмаса 9% уксуста болады. Описанияға жазып кетем, және тұз керек болады. Ал бастаймыз. Міне бірінші уксусымыз бен тұзымызды салып, араластырып аламыз. Прямо көз алдымызда аппақ болып пісіп жатыр ғой, кәдімгі балық деген, қараңыздар, пісіп жатыр. Бір жасағаннан кәдімгі жасалатын, бір істегеннен жасалатын салатты, хия салаты балықтан көз алдымызда уже пісіп жатыр. Уксусқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Уксусымызбенен жаңағы тұзымызды қосып араластырып, міне бетін жауып қойып қоямыз. Қазір соғы шығады, соғы шыққанша қоямыз. Так, енді жуасын кесіп әзірлейміз. Жуасын кесіп әзірлеп, уақыттап тураймыз да. Мен біреу үлкен, біреу кішкентай жуасын алдым. Описанияға бірақ жазып кетемін, қанша керек екені. Енді соны екі ыдысқа бөліп саламыз. Біреуін хияға саламыз, біреуін қазір маймен қуыруға керек болады. Екі ыдысқа бөліп салдық. Міне хиямыз жарты сағаттан кейін осындай болып соғы шығып, аппақ болып пісіп, осындай болып жатыр. Иіс дейтін бұрқырап тұр. Уксуспенен жаңағы тұзды салдық. Енді чесногын саламыз. Так, сосын жуаны салдық, жаңағы бөлік алған жуаны салдық. Чеснокты үккіштен өткізіп, теркіден осыған салдық. Енді араластырып, тағы да бетін салфанмен жауып, қақпақпен де жауып қойсаңыздар болады, кішкене бетін нығыздап. Мен салфанмен жауып қойдым. Жауып, тағы да бір жарты сағат, бір сағатқа қойып қоямыз. Аппақ болып пісіп жатыр көз алдымызда. Так, міне бетін салфанмен жауып, тағы да қойып қоямыз. Енді ол тұрғанша қазір жаңағы жуамызды қуыруға кірісеміз. Бір жана қойдық. Енді соус заправкасын жасаймыз. Жаңағы балыққа қосатын заправкасын жасаймыз. Так, майымызды алып табаға құйып, қыздырып аламыз. Сонан соң жуасын саламыз. Жуасын салып, содан кейін жаңағы кориандр, қызыл бұрыш, приправа, солардың бәрін салып, кішкене араластырып, жуаны даже қызартып қуырмаймыз. Мына майға мына приправалардың ароматтары сіңу керек те, иісі шығу керек. Андай қып-қызыл қылып қуырмаймыз, бауырсақ сияқты или жуаны қуырып. Мына майға приправалардың дәмі сіңу керек. Кішкене майға қайнатамыз да, осылай араластырып тұрып қайнатамыз. Иісі деген бұрқырап тұр. Мына приправалармен күшті бұрқырап иісі шығып жатыр. Міне енді суытып, сосын жаңағы балығымыздың үстіне уксусын, кешірім сұраймын, уксус емес, жаңағы соя соус бар ғой, сол соя соусын қосып, содан кейін осы заправканы қосып, араластырып, тағы да холодильникке салып қоямыз. Енді оны бүгін жемейміз, ертең жейміз ғой енді. Ертеңге. Иісі дейтін керемет енді. Мына майға сіңіп, приправалардың иісі дейтін аромат болып тұр. Бір істегенде шығатын кәдімгі жасалатын салат. Сіздер де жасап көріңіздер, арнама тіркеліп, комментарий жазып, тіркелеп отырыңыздар, лайк баса отырыңыздар. Міне біздің судағымыз аппақ болып, филе жаңағы хиямыз пісіп жатыр. Енді соған соевый соусты және жаңағы қуырған приправалармен қуырған майлы жуамызды құямыз. Структурасын білдіріп алмай жайлап араластырамыз.
ойбай, иісі деген бұрқырап тұр, бұның иісі дейтін керемет, қандай аромат. Бір жасағанда шығатын хия салаты. Сіздер де жасап көріңіздер. Толық ингредиенттерінің бәрін астына жазып кетемін. Точно жаңағы грамдарменен жазып кетем, описание бөлімінен қарай аласыздар. Оя, иісі деген күшті шығып тұр, вообще аппетитті ашып. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет. Заман тыныш болсын, амандық болсын, балаларымыз аман болсын. Сау саламатта болыңыздар.